Атығай Қараменде батыр қартайып атқа қона алмайтын жағдайға келген шақта 90-ға келгеніне қайғырып жатып қалады да бір күні жиені Бұлғақты қасына шақырып алады. Қарағым, байқайсың ба, нағашыңның жайы осылай болды. Бұлайғы жұрт Қараменде қайда, атына неге мінбейді, жауға неге шаппайды дейтін болар. Жасың жетті, денең толысты, найза түйреп қылыш сермеуге жарар білек қуатың да бар секілді. Жүрексіз де болмассың. Менің анау ер тұрманымды арғымағыма сал. Үстіңе менің сауыт сайманымды, дулығамды кей. 5 қаруымды асын. Сонан соң Абылайдың қалың қолына қосылып, қалмақты бір шауып кел. Осы өзіміздің Атығайда жаусырап жүрген жолбарыс жігіттер аз емес. Түгел қасыңа ереді. Олар маған қарап жүр, дейді. Бұлғақ қол бастап келгенде Бөгенбай батыр: жарайсың, жас Қарамендем, ерлігіңді көрсеттің, деп қуанып қалады. Бұлғақ содан барып кіші Қараменде аталып кетеді. Нағашысынан баталған Бұлғақ алғашқы шайқасында көзге түседі. Әкесінің кеткен кегін қалмақтан қайтырғандай болады. Бұлғақ өзі Қараменде батырдың қарындасынан туған екен. Оның барған жері Алтыбас Қыпшақ Төбек батыр қан майданда қаза табады да, қарындасын Қараменде өзінің қасына көшіріп алып еріп келген Төбек батырдың баласы екен. Кейін батыр Қарамендеден тараған ұрпақты үлкен Қараменде, Бұлғақтан тараған ұрпақты кіші Қараменде деп кеткен. Мұнау Қайдар балуан қазіргі Ақмола облысы Астрахан ауданындағы Бөксін өзенінің бойында Сымтас ауылында Атығай руының бір тармағында қоныстас дүниеге келген. Қайдардың Қажымұқанды неліктен ағам, ал Қажекеңнің Қайдарды қалайша бауырлап жүргені түсінікті. Бұлғақ батырдың соңғы ұрпақтарының бірі Берліқожадан Оспан, Оспаннан Қайдар туылады. Берліқожадан бір ұл Оспан, бір қыз Әсия туылғанын білеміз. Оспанның бәйбішесі Зылиха шешей 9 құрсақ көтерген деседі. Содан ержеткені 3 ұл, бір қыз болған. Үлкені Мұртаза Қайдардың туған ағасы. Темірден түйін түйген, ұсталықпен күн кешкен. Кенжетай деген кіші інісі Ұлы Отан соғысынан оралмаған. 1919 жылы ел жаққа келе жатып Қажымхан Есенбай қажыға әдейі бұрылып сәлем береді. Балуанға дәрежелі сый құрмет көрсетіліп, семіз тай сойлады. Жаңа туыс тапқан Қажекең ағасының үйінде бірнеше күн жатып, қымыз ішіп, көгалда аунап-қунап демалады. Сол жолы менің әкем демал сойып, Қажымұқанды үйге шақырып қонақ етті, дейді Құлғара сөзін жалғай түсіп. Ол кезде шет жерден бір туыс келсе, жабыла шақырсатын дәстүр бар. Әкем маған ас алдында қонақтың батасын ал деп қолына су құйғызады. Астан кейін қолына шәугім мен жезлеген алды да, Қайдар жағалай отырғандардың қолына су құя бастады. Мен орамал ұсындым. Осы арада кесек тұлғалы, кең кеуделі жас жігітті Қажымұқанның қырағы көзі шалып қалды. Келесі күні көгалға текемет жайғызып отырған Қажекең шақыртып алып, қара күштің қызуы бойын кернеген жас жігіттің күшін сынады. Күрес өнерін әлі білмейді екенсің. Қаруыңның бары байқалады. Сен менімен бірге еріп жүр. Саған күш өнерін үйретейін, дейді. Қайдар балуан ағасымен осылай танысады. Бұл Қайдардың өмір көріп шыңдалып, кемелденген 24-25-тегі шағы. Сонау патша ағзам кезінде Рубцовка қаласына айдалып барып, елге оралғанына да 2 жыл болып қалған. Жазушы Жайық Бектұров айтқандай, Қайдар 20-шы жылдардан бастап Қазақстанның солтүстік облыстарына әйгілі бола бастаған. 1926 жылы Қажымұқанмен бірге еріп барып, Ташкент қаласында өткен халықаралық ірі балуандар күресін көрген. 1927 жылдан бастап Қажекеңнің көшпелі циркінде күш өнерін көрсетіп, Петропавл, Көкшетау, Ақмола, Қарағанды, Атбасар, бір шеті Омбыға дейін барған. Қажымұқанға еріп жүріп, балуандық пен күш өнерін үйренген Қайдар 40 жасқа келгенше үйленбеген. Алғашқы әйелі Ғазизаға Степняк қаласында алтын руднигінің шахташыларына цирк ойынын Қажымұқансыз жеке өзі барып көрсетіп жүрген жолда кездесіп үйленген. Өзі де ел арасында Қажымұқан ұстазы тәрізді төңірегіне жас балуандарды жинап, жеке цирк ашпақшы болғанымен, оны облыс басшыларының ішінен
қолдайтын адам табылмаған. Ел аралаған осындай бір сапарында Шұғайып деген жас балуанмен бірге Қайдар Көкшетау табанында біраз жерде концерт береді. Соңғысында Қарғалы ауылына келді. Бұл сол кездегі көнегөз Ерғали қарттың айтуына қарағанда 1935 жылдың маусым айының орта шені болса керек. Қайдар Баймағамбет деген елге белгілі беделді ақсақалдың үйіне шақырылды. Келсе, бұлардан басқа да қонақтар бар екен. Атағы өз аймағында балуан аталып жүрген Темір деген тұлғалы жігіт Қайдарды көре сала, өзінше күш сынасып белдесіп көргісі келеді. Отырғандар жас балуанның бұл тілегін қошеметтеп, қолпаштай жөнелді. Екі балуанды сайыстырып, бір қызыққа батып қалуға ынтығады. Сонда Қайдар Темір палуанға: «Батырым, байқап отырмын, батылдығың мені де қызықтырды. Ең әуелі мен саған бір-екі мүмкіншілік берейін. Сонан соң, көңілің хош көрсе өзің айтарсың» дейді де, көйлегінің жағасының түймесін ағытып жіберіп, шарт жүгініп отыра қалады да: «Мә, мына кеңірдегімді қос қолдап қысып көрші, білек қаруыңды байқайын». Темір балуан қанша құшырланса да, Қайдардың мойнына саусағын батыра алмайды. Содан кейін Қайдар көйлегінің оң жақ жеңін иығына дейін ысырып тастайды да, қарның бұлшық етін біраз бұлтылдатып, ойнақтатып алады. Бұл құбылыстарды байқап отырған біз тым-тырыс бола қалдық, дейді Ерғали ата. Бұл кісі сол өңірде 20-дан астам елді мекендерде Көкшетау аймағы атынан ұйымдастырушы инспектор болып келіп, қазақ ауылдарында мектеп аштырған, соңғы жылдары осы Қарғалы ауылдық мектебінде тұрақтап қалған ұстаз адам екен. Бүкіл ел Ерекеңді бәрі мұғалім деп өз есімін атамай дәріптейді. Екі көзі отша жылтылдаған Қайдар: «Жігітім, мына бұл жігітті ақболат тістеріңмен қаршып көрсең қайтеді?» деп оның алдына тосты. Темір балуан үндей алмай қалды. Қып-қызыл болып қызарып кетті. Тегі мынадай күштің арыстанымен арпалысуды сұрағаным ұят болған екен деп ойлаған болар. Мына Шұғайып, ол қасындағы өзі ертіп жүрген жігітті көрсетті. Екеуіңнің өз құрбыларың арасында жауырындарың жерге тимей, қазақша күрестің құдіретін асырып жүргендеріңді білемін. Сырттай ризамын да. Мүмкін күрессек жығып кетуіңде ғажап емес. Абзалы бетіңнің қайтып қалмағаны тәуір, деп Қайдар жайғасып отыра беріп Темір балуанға қарап: «Ертең осы ауылда цирк ойынын көрсетемін. Сонда мен ойнаған темірлерді ұстап көр, қайталай алар ма екенсің?» Бір жыл бұрын республикалық еркін күрестен 3-ші орын алып келген Шұғайып: «Қайдар аға, ініңіздің бір еркелігін кешіріңіз. Сіздей заңғардың жағасына жармасу біздің ойымызда жоқ» деп, Темір үшін ғапулық сұрап, әңгіменің желісін басқа жаққа бұрып әкетті. Сәбит Мұханов мұражайының директоры қызметін атқарған жазушы Хакім Бекшев ақсақал 1934 жылы күз айының бірінде Қажымхан Мұңайтпасұлы қасында Кеңестер одағының әр қырынан 11 балуан бар Қызылжар қаласына келді. Цирк үйінде француз күресінен өнер көрсетті. Қажекең осы сапарында 2 апта біздің үйде жатып тұрды. Циркте күнде күрес. Қажекеңмен бірге Миша Боров, Лаврентьев, Ян Циган, Августа секілді алып балуандар аренаға шығып жүрді. Бәрі де күш атасын Қажеке деп атайды, деп жазды өзінің 1992 жылғы 22 тамыздағы Егемен Қазақстан газетіндегі мақаласында. Тегінде Қызылжарлық Әкімбектің де көрген, кездестірген кезі осы шақ болған. Соған қарағанда осы ойында Қайдар Оспанов та бірге болып, Қажымхан үйреткен французша күрестің қыр-сырын көрген тәрізді. Петропавл қаласында мал сойушы болып істейтінмін, дейді Әкімбек Сейітов ақсақал. Жаймашуақ жаз күндердің бірінде жұмыстан кейін жолдасым Қапар Елубай екеуміз көше аралап келе жаттық. Бір кезде үлкен жарнамаға көзіміз түсті. Онда цирк күресі өтетіндігі, суреттердің астыңғы жағына балуандардың күрестегі жетістіктері тізіліпті. Соның ішінде өзімізге таныс алып тұлғаның астына облысымыздың топырағында дүниеге келген Қайдар Оспанов балуанның жамбасы жерге тимеген. Француз күресінің дүлдүлі Қажымхан Мұңайтпасовтың қасына ерген серігі, шәкірті
ізбасары деп жазылыпты. Сондай-ақ алып денелі поляк, мойны гүржіген грузин, басқа да ұлттың палуандары бар екен. Қайдар күресті қырғыз балуанмен бастады. Ол біздің жерлесімізге қарағанда уақ көрінді. Біраз жұлқысқаннан кейін Қайдар қарсыласын иіріп алып соқты. Циркке жиналған қалың жанкүйерлер шу ете қалды. Қырғыз балуаны да жылдам екен. Жамбасын жерге тигізбей, Қайдарды көтеріп тұра келді. Одан әрі 2-3 минуттай жұлқысты. Бір кезде Қайдар жуан қолдарымен белден шап беріп, қыса ұстап алып, тік көтеріп әкетті де, кілемнің шетіне қарай лақтырып жіберіп, кеудеден баса қойды. Іле төреші Ақмолалық Оспанов Қайдардың 12 минутта қарсыласын таза жеңгендігін хабарлады. Бұдан кейін Қайдар 3 рет күресті. Бәрінде де жеңіске жетті. Соның ішінде грузин балуанымен ұзағырақ белдесті. Ақыры шегіне беріп, жылдам қимылдап, бар күшімен өзіне қарай тартып қалды. Грузин балуаны құлаған ағаштай етпетінен түсті. Содан босатпай басып, тәсіл қолданып, аударып, жауырынын жерге тигізді. Ең соңында поляк балуанымен күресті. Екеуінің де дене бітімдері шамалас. Қайдардың тілеуін тілеген қазақтар қиқуға басып-ақ отыр. Солардың демеуімен жерлесіміз бірден шабуылға шықты. Қарсыласы да оңайлықпен берілер емес. Ұстаса кеткеннен алып күштің иесі екенін танытып тастады. Дегенмен Қайдар реті келгенде бір сілкіп, полякты тізерлетіп, амалын асырып кетті. Қарақұрым халық дүрете қалды. Айқас қайта жалғасқанда осы тәсілді поляк та ұтымды қолданып, ұпайды теңестірді. Әйтсе де, әркімнің өз іргесі, өз топырағы көмектеседі деген ғой. Көп тілегі көл болып, жанкүйерлердің қолпаштауымен қанаттанған Қайдар ақыры қарсыласын жеңіп шықты. Жаса, жаса, ұл тусаң Қайдардай бол деген сөздер дүркін-дүркін естілді. 10 күндік айқаста Қайдар Оспанов өзіндей 8 балуанды жеңіп, бірінші жүлдеге ие болды. Жеңістің жүлдесіне ұсынған конвертті ашпастан Петропавл қаласындағы жетім балалар үйіне бергізді. Күрес тәмамдалғаннан кейін Қайдарды Қапардың үйіне әкеліп, қой сойып қонағасы берілді. Балуанның қолынан жарысты ұйымдастырушылар кенеп шүберекке салдырған өзінің үлкен суретін көрдік. Сол шүберектегі портретін өзі көзі жұмылғанша жанынан тастамай барған жерінде көрсетіп жүрді, деп аяқтады әңгімесін Әкімбек Ақсақал. Шіркін, Қайдарда күш те өнерде көп еді ғой, деп бастады әңгімесін Қаппас қария. Күндердің күнінде қазақ балуаны Қайдар Оспанов цирк ойынын көрсетеді деген сөз шықты. Ол кезде Сталин руднигінде Ақсуда алтын шахтасында істейтінбіз. Қасымда жолдастарым мен кеншілердің ауқымды мәдениет сарайына келдік. Халық көп жиналған екен. Дені қазақтар. Бір кезде үлкен сахнаны жауып тұрған жасыл барқыт шымылдық сырғып ашылды да Қайдардың еңгезердей нар тұлғасы көрінді. Мойнына бір жігітті мінгізіп алыпты. Көк арбаның екі жетегін шынжырмен байлатып, тісімен тістеп, екі қолын артына ұстаған бойы сүйреп келеді. Арбаның үстіне 10-нан астам адам тік түрегеліп тұр. Сыйғанынша мініпті. Зал дүрілдете қол соқты. Қайдар ауыр арбаны сүйреп келді де, мойнындағы жігітті жерге түсіріп, желбегей шапанын шешіп, көпшілікке басыйып амандасты. Қайтадан қошемет көрсетілді. Мойнын қос қолдап қыстыру, бұлшық етін тістету, екі қолының бұлшық етін ойнақтатып, билетіп көрсету, 20 сантиметр шегені 50 миллиметрлік қалың тақтайға алақанымен бір ұрып, ұңғысына дейін қағып жіберу секілді нөмірлерді көрсеткеннен кейін өзі шалқасынан жатып, кеудесіне тақтай төсетіп, үстінен 1,5 тонналық автомашинаны шофермен жүргізіп өткізді. Келесі нөмірі бұдан да қорқынышты. Сол шалқасынан жатқан бойы кеудесіне екі кісі әрең көтеретін шойын төсті қойғызып, үстіне көктасты уаттырды. Тізерлеп отыра қалып, әлгі төсті үстіне қойғызып, екі жігітке пұттық балғамен алма кезек ұрғызды. Одан арғысы да таңдай қақтырардай болды. Биік сахнаға екі күрең атты пастромкесімен әкелдіріп, қарына ілді де, аттарды бір адам жетектеп, екіншісі қамшы үйіріп,
Төрт жігіт екі атты екі жаққа айдап тартқызғанымен Қайдардың білегіндегі пастромкені жұлып кете алмады. Айқасқан саусақтар қатып қалған тәрізді. Сөйтіп тұрғанда екі жаққа балуан ырғап жібергенде екі ат бірдей тізерлей қалды. Ең соңында үлкен ағаш бөшкенің үстіне салмағы 80-90 килограмм бір кісіні мінгізіп алып, бөшкені ернеуінен тістеп көтеріп алған бойы сахнадан шығып кетті. Көрермендердің қол шапалақтауы көпке дейін басылмады. Халықтың сұрауымен қайта шыққан ол, шахта вагонеткасы жүретін 3 метрлік рельсті алды да, мойнына салып, шарф сияқты екі шетін айқастырып иді де, қайтадан жазып, шешіп тастады. Әлгі рельстің екі жағына екі жігітті асылдырып қойып, шыр көбелек айналдырды. Үлкен албар алдыртып, өзі шалқасынан жатып, екі қолы екі тізесімен тіреп, үстіне толғанынша сахнадан кісілер шақырып мінгізіп, диірмендей дөңгелетті. Сол жолы 3 күн өнер көрсетті. Қыры кеткеннен қымыраны іриді деген ғой. Қайдардың басына сол 1942 жылдың күзінде егін орағы аяқтала бере, тағы бір ауыр қайғы түседі. Әйелі Хадиша қырманда веялканың құлағын бұрап, бидай тазартып жүрген. Астықты түгел майданға деп жөнелтеді. Кейде үйде тіске сыздық қылатын шайнан болмай қалады. Талғажау жалғыз шолақ сиырдың көк сүтінен ұйытқан айран. Қаймағын ағызып, май жинап, үкіметке салыққа береді. Ол сиырдан жөнді сүтте шықпайды. Күндіз жер жыртуға соқаға жегіледі. Балуан болса ел аралап ойын қойып кеткен. Жалғыз 2 жасар Күләш нан сұрап жылайды. Сондай бір күнде ешкім көре қоймас деп 2 қалта бидай алады. Үйге тақала бергенде алдынан қарсы шыққан 2 бейтаныс адам оны тоқтатып, қойны қоншын ісміс жоқ тінте бастайды. Әйел нестерін білмей қалады. Қамзолдың томпиған ішкі қалтасындағы 2 килодай бидай бәле болып жабысып, ақыры әйел 3-5 жылға дейін сотталатын болады. Қайдар әйелінің қылыш милициясының алдында отырғанын көріп, жағдайды сұрап білгеннен кейін қызыл жағалы басшыларға: әйел адам ғой, кішкентай қызы аштан өлер болған соң алған шығар, бір жолға кешіріңдер, айыбына үйдегі сиырымызды берейік дегеніне қарамайды. Қайта, әйеліңнің күнде бидай әкеп жүргенін көрдің, бізге неге айтпадың деп жазғыра бастайды өзін. Қадишаның бұл бірінші рет жаза басқан еді. Бәрі балашын ғой, әйтпесе өйтермеді. Ең болмаса пайок беріп тұрса ғой. Қалың ойдың үстінде отырған Қайдар әйелін қасына шақырып алып: осындай соңыма түскен зобалаңның кесірінен Мұқан мен Шоқанның шешесінен айырылып қалып едім. Марқұм о дүниелік болып кетті. Енді сенен тірідей айырылғалы отырмын. Тірі болсам өзім іздеп бір табармын. Мен үшін сотталып кететін болдың. Ең болмаса төркініңе апарып тастайын. Мынау істің ізі басылғанша 1-2 жыл бой тасалай тұр. Соғыс та тәмамдалар. Күләш осында ағайымның қолында қалсын. Балалы әйелді тез тауып алады. Мыналар сені іздетпей қоймас деді. Сарыкөл ауылында тұратын Күләш 2 жасқа жаңа ғана шыққан қыз еді. Қайдардың ағасы Мұртазаның қолында қала берді. Қашқан әйелге бала тұсау болатынын Қадиша да түсінді. Күздің қара суығы, сиырға арба жеккен Қайдар кештете әйелімен екеуі біздің үйге келіп түсті дейді. Өндіріс ауылының тұрғыны руы Қыпшақ Қаби Нұрмағамбетов. Мерекемен бұл ауылдың арасы түн ортасында шықса, өгіз аяңымен күн ұясына қона жететін кереғар жол болатын. Бағыттары Қараөткел, Ақмола. Иә, сол жолы Қайдар балуан әйелін төркініне апарып салған еді. 1943 жылы Хадишасына жақындау тұру үшін Ақмола қаласына келіп, сондағы клубтарда цирк ойынын қойып жүрді. Бірақ не амал бар, жазмыштан озмыш жоқ. Төркініне барған жерінде күйеу жоқ әйел деп, оны Қарағанды қаласына қара жұмысқа айдап жібереді. Сөйтіп Қайдар бұдан кейін Қадишасымен кездесе алмайды. Қайдарда әншілік те, шайырлық та, домбырашылық та бар. Бұл жағынан ол көбіне балуан шолаққа еліктейтін тәріздеді. Бірақ оның заманы серлікпен әуестенетін кезең болмады. Қара бұлт төбесінен үйіріле берді. Бертін келе Қайдар әбден қалжырап,
Өмірден қағажу көріп, оның үстіне оң жақ жіліншігінен гангрена болып жүрген кезінде дәрігерге барып еді. Вагенгут деген қылыштың хирургы: сенің аяғыңды кесу керек, әйтпесе өлесің дейді. Балуан: өлсем аяғыммен өлейін, бірақ кешегі Қайдар бүгін шолақ аяқ дегенді естімей-ақ қояйын дейді. Қалың еттің астына жиналған сары қан аралас іріңді өз қалтасынан пышақ алып, ыстық суға малып, тұзбен ысқылап тазартып, өз етін өзі отыра қалып, ешбір уколсыз пышақпен тіліп, бір леген қылып ағызып, сығып тастап, сонан соң ақ дәкемен қысып, байлап алатын. Кейбіреулер майданда наркозсыз операция жасатып, сөйтіп қайтадан тұрып, майданға кіріп жүре берген болса, ал Қайдар палуан ондай ерлікті аптасына бір рет атқарып отырған. Өз денесін өзі кесіп жатып, ауырсынуды білмейтін. Осындай ауыр халде жүргенде Қайдар балуан тағы бір қара күштің құдіретін көрсетті дейді. Руы қырғыз сол кезде Жалтыр станциясында теміржол вагондарының күшегі майлаушы болып істеп жүрген Қайыр Молдабеков. Кешкісін намаздыгер кезі станцияның перронында сылтып басып жүрген Қайдар балуанды көрдік. Барып сәлем бердік. Ол бізбен бірге аяңдап вагонниктердің будкасына келді. Ақмолаға баратын жолаушылар пойызының келуіне әлі толық 4 сағат бар. Отырған орыстар оның аяғының ауру екенін несіне керек қылсын, балуанның намысына тие сөйледі. Батыр екеніңді көрейік, мына күпшекті 2 пар доңғалақты көтерші. Көтерсем не бересің? Айтқан бағаңды аласың. Ендеше қазір әкеліп 600 сомды алақаныма сал, көтеремін. Жігіттер абыржып қалды. Бірақ сөз айтылған соң қайтпақ жоқ. 2-3 жігіт ақша әкелуге кетті. Бәс дайын болған кезде анадай будканың қасында запаста салуға әзір тұрған күпшекті қос бар вагонның дөңгелегі. Біз оның салмағы 1600 килограмм екенін білеміз. 2 шойын дөңгелектің орта тұсына келді де, тең ортасы осау деп маған қарады. Сонсоң өкшесімен жерді нығарлап алды да, әуп деп жерден көтеріп алған бойы, ал, мә, деді де екінші жаққа лақтырып жіберді. Әлгі дөңгелектер барып, рельске соқтықты. Біз аңырып қалдық. Қайдардың күшінің қанша екенін ешкімде өлшемеген болар. Өйткені ол балуан шолақ секілді 51 пұт кірдің тасын көтерген жоқ. Ал әлгі іреңі ағып, гангрена болып жүрген аяғымен осындай қара күштің кереметінің куәгері болдық. Сонсоң әлгі 600 сомды мә деді де менің қолыма ұстатса салды да, ештеңе деместен теріс айналып кетіп қалды. Әрине, бізге ренжіп кетті. Еш қайсымыз ләм-мим дей алмадық. Үстелдің үстінде шашылып жатқан ақшаға ешкімде қол созбады. Міне, біз көрген Қайдар осындай заңғар адам еді. Әттең заманы оны танымады, құрметтемей өтті. Иә, осы бір олқылықты толтырғандай ілтипатымыз болсын деп, қазақтың алыбы, Қажымұханның шәкірті, өз заманында бағасын алмаған, ешкім елемеген Қайдар Оспанұлының әруағын тірілтіп, Есіл өңірінде балуан шолақпен Қажымұханнан кейінгі қара күштің иегері Қайдар атасы болғанын айтып, суретін көрседе отырып, кейінгі жас ұрпаққа таныстыруды жөн көрдік. Мұндай дара тұлға ұмытылмақ емес. Десек те өзі туып өскен, өзі жерленген Урюпин кеңшары Мереке ауылының қасындағы зиратын қалың қурай басып, күні бүгінге дейін ескерусіз қалып келеді. Қайдардың белінен 1935 жылы тұңғышы туылғанда оның есімін Қажекең, менің атымды қой, сенен туған бала жаман болмас дейді. Содан оның есімін Мұхан деп атайды. Одан кейін тағы бір ұл Шоқан, бір қыз Күләш дүниеге келген. Бәрі қазір шаңырақ көтерген. Бұрынғы Қызылжар кеңшарының Сарыкөл ауылында тұрады. Балаларының есімдерін ұл адамдардың атына қойған Қайдар 1950 жылы дүниеден өтіп, қазіргі Урюшинский шаруашылығының Мереке ауылы жанындағы зиратқа жерленген. Бұл ауыл қазір жоқ, тек зираты ғана қалды. Сұрасаң, әкем Оспан, атым Қайдар, дұшпанға ерегіскен көзім жайнар, ақырып арыстандай айға шаптым,
еш нәрсе бөгет болмай өзен сайлар. Әңгіме Сейітжан Садоутегінің мақаласынан алынды.